Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Асел KFC тауық қанаттарын жасаумен бөлісемін. Ең алдымен осы тауық қанаттарын дайындап аламыз. Осы тауық қанаттарының керек емес жерлерін алып тастап, екіге бөлеміз. Барлығын осындай дайындап шығамыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін паприка, тұз, қызыл бұрыш, ұсақталған чеснок, барлық дәмдеуіштерімізді саламыз. Салқын су құйып араластырамыз. Кемінде 2 сағат холодильникте қойып қоюымыз қажет. Бір күнге қойып қойсаңыздар да болады. Маринад тауықтың бойына жақсы сіңеді. Осы сәтте ұнымызға паприка, тұзды араластырамыз. Маринадталған қанаттарымызды бірден ұнға саламыз. Қайтадан маринад суына салып, қайтадан ұнымызға салып, жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттерді описание бөліміне жазып кететін боламын. Осылай қатты қызып тұрған майымызда қуырып аламыз. Екі жағын қызартып қуырамыз. Егерде қатты қызып тұрған майда қуырмасаңыздар, тауықтарыңыз майлы болып кетеді. Сол үшін қатты қызған майда қуырып алуымыз қажет. Тауық қанаттары осылай пісіріледі. Осылай 3-4 минутта пісіріп аламыз. Осылай дайын болды. Өте дәмді, сулы ортасы піседі. Баршаңызға ас болсын.